Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, бізде бүгін өте жақсы тақырыптар болады. Мына жақта міне қойлар бар. Бүгінгі наурызда апрельдің ортасы болып қалды. Мына жақта мындай құстар бар. Осылардың бәрін обзор жасаймыз. Мына жақта мындай балапандар бар. Каналға тіркеліп, лайк басып, бөлісіп, достарыңызға жіберіп, группаларға таратып қойыңыздар. Біз бастаймыз анда. Кеттік. Бұл бөденелер жатырқайды адамнан. Сондай қасиеттері бар. Адам таңдайды. Бейберекет адамдарды кіргізе беруге де болмайды бұндай бөдене шаруашылықтарына. Мен әйтеуір әрең дегенде кірдім осы жерге. Сұранып. Бөдене жұмыртқаларын туып жатыр. Бұл өте... Дауыстарын көрдіңіздер ме? Пайдалы құс бұл деген. Бұл бөдененің жеке тамақтары ма? Жеке жемдер. Егер бұл жемді бермей, басқа жем берсең, тумай қала ма? Тумайтыны бар, жей алмайтындар бар. Құрғақ болады басқасы. Қымбат болады? Құрғақ. Құрғақ? Бұл қанша тұрады екен килограмм? Бұлар 25 килограммын қазір 5 мың теңгеге алдым. 25 килограммы 5 мың теңге. Қанша күн жейді? Ау, бір апта жейді? Бір апта жейді. 3 сеткадағы бөдене. Вообще қанша бас сонда мына жерде? Қанша? 20. Әрқайсында 20 бөденеден. Сонда 60 па? Біреусінде 60. Біреусінде 60. Үшеуінде 180. 180 бөдене бір апта жейді. 25 килограмм жемді. Күніне қанша жұмыртқа табады дедің? 60. Оларына 100-ге жуық табады. Күніне 100 жұмыртқадай табады. Бір жұмыртқаны 30 теңгеден сатасың, солай ма? Бір жұмыртқаны 30 теңгеден сатасың. 100 жұмыртқан қанша? 3 мың ба? 100 жұмыртқан 3 мың теңге. 10 күнде 30 мың теңге. Сөйтіп 10 күнде жемді бұлай да бұлай шығарып береді. Екеуі әтеш қой деймін. Бұл әтештері қайсысы? Қышқырғанда. Қышқырғанда? Әр ұяда бір әтештен бар шығар? 3-тен 4-тен. 3-тен 4-тен. Мынау әтеш қой деймін. Бұның жұмыртқасы деген өте сапалы. Күніне бір талдан жеп отырсаңыз, бір айда денсаулығыңызды реттеп аласыз. Достар, мен көрінген нәрсені бекерден бекер айта бермеймін. Бұл өте керемет, пайдалы жұмыртқа. Алыңыздар осындай бөдененің жұмыртқасы. Бел қуаты, еркекті қуаттырып. Одан бөлек айта берсең көп, сан мыңдаған ауруға иммунитетті көбейтеді. Осындай қазір карантин уақытында таптырмайтын тағамдардың бірі. Мысалға, осыны Кореяда, Жапон елдерінде мектепте әр таңертең завтраққа, таңғы асқа 1-2 жұмыртқадан жегізеді. Бұның қасиеттілігі соншалықты адамның мысалға ядролық қарулар, химиялық ядроның бәрін адамның денесінен шығарады. Бөдененің пайдасы деген достар, бөдене жұмыртқасының пайдасы өте жоғары. Бір бөдененің мысалға алып ішіндегі дәрумендерді салыстыратын болсақ, бөдененің 100 граммда ет береді, 300-200 граммдай. 1 килограммы 3-2,5 мың теңге тұрады бұл бөдененің еті. Кальций, фосфор, калий, керек заттың бәрі бар. Тағы да қосымша бөдене жұмыртқасының пайдасын описанияға қалдырып кетемін. Сілтемемен кіріп көріңіздер. Осы бұларға ыстық керек емес па сонда? Балапан кезінде керек болады. Бұлар үлкейген кезінде ештеңе етпейді.
қысты күні мына подвалда ұстаған. Қыстыгүні подвалда. Бұл жылы кішкене. Не болса да бір плюсовый температура керек қой бұған. 0 минус болып кетпеу керек. Міне бұл бөденелерді. Өзім бөденеге қатты қызғам. Кезінде мектеп кезінде ұстасам деп қатты қалпынып ем. Бұйырса бұны да ұстаймыз. Міне 3 қатар қазір. Бір қатарда жетіп жатыр. Жасай берсеңіз ақын көбейтіп аласыз. Бұлар өздері баса ма? Баспайды ма? Баспайды. Инкубаторскийлар баспайды енді. Бұлардың бәрі де инкубатордан шыққандар ғой. Түсінікті. Әр қатарда 3 аталға 3-тен. Солай ма? 3-тен 4-тен. Ой, бір анаға, 4 анаға, 1 атаға. 4 анаға, 1 атадан? Сонда мына ішінде 4 ата бар. 4 ата. Шағылса. 4 ата шағылса. Бұл тұқымы пекинский емес па? Пекинский де бар, японский. Мынау айтпақтар ғой японскийлар. Мынау японский тұқымдар айтпақ түрлері. Мынау пекинскийлар. Және де жапонский, орта азиялық типтес. Оның бәрі интернетте көп тұқымдар. Сулар осы жерден ішеді. Солай бөдененің шарасы. Бөдененің жалпы жақсы кәсіп бұнда. Қосымша денсаулыққа пайдалы. Қолдан жасап, осының бәрін схемасын бәрін интернеттен алып жасауға болады. Еңбектендем деген адамға жұмыс көп, достар. Еңбектеріңіздер, көркейіңіздер, өсіңіздер, бекер жүрмеңіздер, бірдеңе істеп жүріңіздер. Мына ауылда бекер жатқан, мысалға, жасөспірімдер, жастар осыны пайдаланып жұмыс жасатыңыздар. Өсу керек, өну керек. Ал мына бізде шөп жеп жатқан қошақандар. Бұл жақта аткорм кішігірім. Мені қаздар туып жатқан бұл сыртынан түседі. Қалайсыздар достар? Мына қаздарға келе жатырмыз. Шулап жатқан қаздар. Болмайды екен. Мені қаздар қызғанып жатыр. Аталықтары, аналықтарын қызғанып, шулдап кетті. Көрдіңіздер ме қандай жануарлары? Мен кетіп едім, оны қоя қалды. Қызғаншақ жануарлар. Қазір олар аталасып жұмыртқа туылуда. Өздері басса 30 күн басады. Оларды инкубатормен шығарады қазіргі уақытта. Тудыртып қаздың жұмыртқасын сатсаңыз да болады. Инкубатор нетпей-ақ. Қаздың жұмыртқасын сатсаңыз 500 теңгеден өту мүмкін. Оның бағасында қарап көру керек. Жақсы өткізсеңіз болады қаздың жұмыртқасында. Солай достар. Ұнаса лайк басып, жазылып каналға бөлісіп жеріңіздер.